Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі өз ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаппай күресуді бастады. Бұдан былай қылмысқа барған шенеунік басшысымен қоса жауапқа тартылады. Өйткені қол астындағы қызметкерінің заңдаттауына оның немқұрайлығы себеп. Басшы қызметкеріне оңай ақша үшін қалай жазаланатынын айту тиіс. Ал егер пара алу дерегі белгілі болса, онда олар барша ұжымға жариялануы тиіс. Ол басқа қызметкерлерге де сабақ болады. Жемқорлықпен күресудің осы жолдарын бүгін ауыл шаруашылығы министрлігінің жауапты хатшысы Арман Евниев қызметкерлермен кездесуінде мәлімдеді. Бірақ жоғары лауазымды шенеунік бұл жолы жұмыс барысымен қатар министрліктегі бірнеше бөлімнің басшысын қатаң сынға алды. Оған себеп те бар. Жыл басталысымен ведомство Атырау мен Батыс Қазақстан облыстарындағы мал дәрігерлік инспекциясында бірнеше жемқорлық дерегін тіркеген. Почему до сих пор руководитель областной? Неге Батыс Қазақстан облысындағы мал дәрігерлік инспекциясының басшысы жазаланбаған? Қараңыздар, Батыс Қазақстан облысы бойынша өткен жылы 14 заң бұзушылық орын алған. Бір ғана мал дәрігерлік комитетінде 14 рет заң бұзылған. Ол жерде жағдай ушығып тұр.